Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тосаптың рецебін көрсетемін. Жүзімнен жасалатын өте керемет және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Қоңырауша белгісін басып қойыңыз, кез келген рецептер болады. Енді жүзімімізді жақсылап жуып тазалап алдық 2-3 қайтара. Жақсылап осылай бір-бірлеп үзіп аламыз. Енді кең ыдысқа салып, үстіне қантымызды саламыз. Араластырамыз және де жарты сағатқа қалдырамыз. Уақытыңыз болса, 1-2 сағатқа қалдыруға да болады. Мінекей осындай болады. Енді осының үстіне суымызды құямыз. Бір араластырып жіберіп, отқа қоямыз. Байқасаңыздар, мен тағы да жарты кружка су құйдым. Мен тосаптың сұйық болғанын жақсы көремін. Мінекей отқа қойдық. Қайнағаннан кейін астын басып, 25-30 минут қайнатамыз. Мінекей бетіндегі артық шыққан көбіктердің барлығын алып тастаймыз. Жүзіміміз көлемі кішірейген, түсі әдемі болып өзгерді. Мінекей суытуға қоямыз. Толық суытудың қажеті жоқ. Бетіне осылай әр жерде әртүрлі дейді. Жүзімнің тұқымы, дәнегі бетіне қалқап шығады. Соларды осылай алып тастаймыз. Тұқымынан тазалап болғаннан кейін тосапты қайттан 5 минутқа қайнатамыз. Сол жеткілікті және де банкімізбен қақпағын парлап булап аламыз. Соған құйып, араластыра отырып құямыз, қою мен сұйығын. Және де жақсылап аузын жауып басып тастаймыз. Мінекей дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шығады. Жасауға кеңес етемін. Дәмі өте керемет. Үлкен кісілер шаймен ішуге жақсы көреді бұндай тосаптарды. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.